Желіде жақсы жаңалық тезірек көріңіздер. Бұл жаңалық үшін видеомыз астына бір емес, мыңдаған лайк бассаңыздар дейді. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарында білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Депутат әр балаға 70 мың теңге жәрдемақы беруді ұсынды. Мәжіліс депутаты Гаухар Танашева бүгін жалпы отырысында әр балаға 70 мың теңге көлемінде мемлекеттік жәрдемақы тағайындауды ұсынды, деп хабарлайды КАЗ 365 КЗ. Ол атаулы әлеуметтік көмекті алып тастап, жаңа әлеуметтік жәрдемақы тағайындауды сұрады. Оның айтуынша, бұл әлеуметтік проблемаларды шешеді. Зейнетақы көлемі және айлық көлемі асуын қаласаңыз, видеомыз астында өз лайктарыңызды аямаңыздар, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз, қымбат көрермен. Кәне видеоролигіміз астына қанша лайк жиналады екен көреміз. Сау сәлеметте болыңыздар.